Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Диктантымыздың тақырыбы қалада. Мәтінді оқимын, мұқият тыңдаймыз. Әкем екеуміз қалаға бардық. Қалада нағашы атам тұрады. Ол жазушы әрі ғалым. Көп кітаптар жазды. Атамның немерелері көп. Диктантымыз 18 сөзден тұрады. Диктантты азат жолынан бастап жазамыз. Және әр сөйлемді бас әріппен бастап жазуды ұмытпайық. Диктантымызды бастаймыз. Әкем екеуміз қалаға бардық. Әкем екеуміз қалаға бардық. Тексереміз. Әкем екеуміз қалаға бардық. Келесі сөйлем. Бас әріптен бастап жазуды ұмытпайық. Қалада нағашы атам тұрады. Қалада нағашы атам тұрады. Тексереміз. Қалада нағашы атам тұрады. Келесі сөйлем. Ол жазушы әрі ғалым. Ол жазушы әрі ғалым. Тексереміз. Ол жазушы әрі ғалым. Жаңа сөйлем. Көп кітаптар жазды. Көп кітаптар жазды. Тексереміз. Көп кітаптар жазды. Келесі сөйлем. Атамның немерелері көп. Атамның немерелері көп. Тексереміз. Атамның немерелері көп. Оқушылар, осымен диктантымыз аяқталды. Мәтінді қайталап оқып шығамын. Жазған диктантымызды тексеріп шығамыз. Қалада. Әкем екеуміз қалаға бардық. Қалада нағашы атам тұрады. Ол жазушы әрі ғалым. Көп кітаптар жазды. Атамның немерелері көп. Оқушылар, осымен диктантымыз аяқталды. Сау болыңдар.